Сәлем достар, барлықтарыңызға бүгін сіздермен бірге дәмі тіл үйіретін, жұп-жұмсақ болып шығатын жүрекше пішінді булочкидің рецептісін ұсынайын деп жатырмын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Құрамына керекті заттар бізде жұмыртқа, сұйық май, ұн және де жылы сүт, ашытқы және қант, қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен ыдысымызды аламыз және оның үстінен 2 дана жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Жұмыртқамыздың негізі кішкене жылы болғаны дұрыс. Тоңазытқыштан шығарып қойсаңыздар болады. Және оның үстінен қантымызды салып аламыз да қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Яғни қант және жұмыртқа жақсылап араласуы қажет. Бізде қанттың жақсы ергені негізі өте жақсы болады. Және оның үстінен жаңағы сүтімізді құйып алатын боламыз. Бізде сүтіміз жылы болуы керек. Жылы болса, сіздердің булочкилеріңіз тез ашитын болады. Және оның үстінен сұйық майымызды құйып аламыз. Сұйық майдың орнына негізінде кәдімгі ертілген сары майды да қолдансаңыздар болады. Бірақ сұйық маймен жасап көрсеңіздер де булочки өте дәмді болып шығады. Және оның үстінен ашытқыны салып аламыз да қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз және оның үстінен ұнымызды салып алатын боламыз. Ұнымыз бізде електен өткізілуі керек. Сол кезде електен өткізілсе өте жақсы болып шығады. Және оның үстінен 1 шай қасықтай етіп қопсытқышымызды салып алатын боламыз. Және қасықтың көмегімен тағы да араластырамыз. Бұл жерде ұнның барлығын салу қажет емес. Ұнды аз-аздан салып отырсаңыздар, сіздердің жаңағы жасап жатқан булочкаларыңыздың тестасы өте жұмсақ болып шығады. Ал барлығын бірден салып жіберсеңіздер, жаңағы қамыры қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан да осылай аздан салып, қасықпен көмегімен араластырып аламыз. Одан соң барып, кішкене ұнды салып алып, қолымыздың көмегіне жүгініп, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Булочканың қамыры қаншалықты жұмсақ болған сайын, булочкамызда соншалықты жұмсақ болады. Міне бізде дайын болып қалды. Кішкене үстінен сұйық майымызды құйып аламыз да, тағы да жақсылап илеп алатын боламыз. Видеода өздеріңіз көріп тұрсыздар, өте жұмсақ болды біздің қамырымыз. Енді осы қамырымызды 2 сағатқа жылы жерге жіберетін боламыз. Яғни жақсылап ашығанша. Міне біздің қамырымызды ашып қалды. Енді булочканы жасауға кірісеміз. Кішкене ұнымызды сеуіп аламыз да, жаңағы ашыған қамырымызды жаңағы ұнның үстінен қойып алатын боламыз. Және оның үстінен тағы да кішкене ұнды сеуіп алып, оны кішкене бөліктерге бөліп алатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, менде осынша булочка шыққан болатын. Және жаңағыдай майда бөліктерге бөліп алатын боласыздар. Бірінші барлығын дайындап аламыз. Осылай кішкене ұнды сеуіп, егерде қолдарыңызға жабысып жатқан жағдайда, ұнды азырақ сеуіп, жаңағыдай осылай дөңгелекше етіп дайындап алатын боласыздар. Және оқтаудың көмегімен осылай жайып алатын боламыз. Қатты қалың болып қалмасын және қатты жұқа болып қалмасын. Орташа болса өте жақсы болып шығады. Яғни булочка дәмді болып шығады. Мен бұл булочкиді өте жиі жасап тұрамын. Себебі менің балаларым қатты сүйіп жейтіндіктен осы булочканы жиі жасаймын. Қазір көрсететін болам қалай жасалуын. Осылай арасына сұйық майды немесе ертілген сары майды да қолдансаңыздар болады. Дәмі керемет болып шығады. Және оның үстінен азырақ етіп осылай шекер, яғни қантымызды салып аламыз және де орап алатын боламыз. Міне сосын барып видеоны жақсылап қарап алсаңыздар болады. Міне осылай 2-ге қосып аламыз да пышақтың көмегімен оның ортасынан осылай кесіп алатын боласыздар. Видеода көріп тұрсаңыздар, міне өздеріңіз көріп тұрғандай жүрек пішінді пайда болды.
қалған бөліктерінде дәл осылай жасап шығасыздар. Негізінде ертілген сары маймен және де сұйық маймен екеуінің айырмашылығы жоқ. Себебі екеуімен де жасап көрсеңіздер де дәмі өте керемет болып шығады. Біреулер арасына макты да қосып жасайды. Егер де мак ұнайтын болса, қантпен бірге осылай азырақ макты сеуіп жіберсеңіздер де жаңағы булочки өте керемет болып шығады. Міне мен барлығын жасап қойдым. Енді қазір жаңа табамызға салып алатын боламыз. Барлығын жайғастырып, осылай барлығын рет-ретімен салып аласыздар да. Барлық булочкилерді салып алдық. Енді біздің булочкилеріміз қып-қызыл әдемі болып піссін деп, ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды жарып, оны бетіне жағып шығатын боламыз, барлық жеріне тигізіп. Енді бұны 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің булочкилеріміз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Ең бастысы булочкиіміз жұп-жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Дайын болған булочкилерімізді ыдысымызға салып алатын боламыз. Менің булочкилерім піскенше балаларым қасымда асыға күтіп отыр. Қашан жейміз, мама деп. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Өте керемет болып шықты. Дәл осы менің айтқан рецептімен жасап көрсеңіздер, міндетті түрде барлығына ұнайды деген ойдамын. Ал достар, біздің Ақ Дастархан YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.